Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. 29 сәуірде бірқатар өңірлерде дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет ел аумағындағы бірнеше дауылды ескертуді жариялады. Еліміздің бірқатар өңірлерінде 2026 жылғы 29 сәуірде дауылды ескерту жарияланды деп хабарлайды Бақ.кз Қазгидрометтің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Атырау облысының оңтүстік-шығысында өрт қаупі жоғары, Ақтөбе облысының орталығында түнде және таңертең -2 градус аяз, оңтүстікте өрт қаупі жоғары. Түркістан облысы таулы аумақтарында күндіз қысқа мерзімді жаңбыр, найзағай, екпінді жел соққанда солтүстік-шығыс бағытпенен екпіні 15-20 метр секундқа жетеді. Батыс Қазақстан облысының батысында күндіз жаңбыр, найзағай ойнайды. Абай облысында солтүстік-шығысында екпіні 15-20 метр секундтық жел соғады. Шығыс Қазақстан облысының оңтүстігінде жел солтүстік бағытпенен 15-20 метр секунд, шығысында түнде -3 градус үсік жүреді. Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде күндіз жаңбыр жауады. Жетісу облысының шығысында жел екпіні солтүстік-шығыстан 15-25 метр секундқа дейін жетеді. Павлодар облысының шығысында түнде -1 градус үсік, Қостанай облысының солтүстігінде түнде және таңертең жаңбыр, найзағай. Қарағанды облысының оңтүстігінде жел солтүстік-шығыс бағытта екпіні 15 метр секундқа дейін жетеді. Маңғыстау облысында күндіз жаңбыр, найзағай, шығысында бұршақ болады. Жамбыл облысының таулы аумақтарында күндіз жаңбыр, найзағай, түнде және таңертең тұман түседі. Қызылорда облысының шығысында өрт қаупі жоғары, Ақмола облысының солтүстігінде -1 градусқа дейін үсік, Астана қаласында түнде жер бетіне -1 градус үсік болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.